Құрметті достар, баршаларына ассаламу алейкум. Мұхит ағайларыңыз эфирде. Жалпы осы аптамыздың 7-ші күні, бүгін бізде 4-ші күн болса, осыдан кейін 3 күннен кейін аптамыздың 7-ші воскресенье күні сағат 12:00-де бауырлар ағайындар тамаша бір көрме болады. Ол не көрме, қазір сендерге түсіндіріп айтамын. Бұл көрмені ұйымдастырып жатқан өзім інім, Қазақ елі деген дүкені, Қазақ елі дүкені дегеніміз ол не? Жігіттер, бауырлар, Қазақ елі дүкені ол біздің патриоттық қазақтың бүкіл өзіміздің тарихымызда ата бабамыз ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз деген сияқты эмблемаларымызды жасау, және жалпы қазақ тарихымен байланысты қазақ елі қашан құрылды, Керей Жәнібек, қазақтың батырлары деген сияқты ата бабаларымыздың футболкаларын шығару қазақ елі дүкенінің көрмесі болады. Одан бөлек бауырлар ағайындар, мен айта кетейін, бұл жерде мен не үшін жинап жатырмын? Бұл жерде әшін жинап жатқан жоқпын. Бұл жерде мен жинап жатқан себебім балалардың спорттық ұйымдастырылған мерекелер болады. Кім мысалға көп отжимание жасайды, кім мысалға көбінесе жылдамдыққа бір жаттығу жасайды деген сияқты бір тамаша ойындар болады. Ондай ойындар үшін сыйлық болады. Бұл жерде қазақ елі дүкенінен мынандай 10 пакет дәліктен сұрайсыздар. Қазақ боксинг футболкасын қаяқтан алсамыз болады деп. Осы күні, аптамыздың 7 күні сіздердің футболка алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жай ғана футболка емес, бауырлар ағайындар. Бұл жерде мінекей, мына қазақ елі осындай әдемі пакеттің ішінде мынандай 2 футболка болады. Біреуі ақ, қазақ ана боксинг, біреуі қара. Осы пакеттің ішінде 2 футболка болады. А мынау кішкентай қазақ елі деген пакетте, мынау кішкентай пакетте. Бұл жерде мынандай қазақ елі деген футболка болады. Бұдан 5 сыйлық, мынадан 10 сыйлық. Бұдан тағы да бауырлар ағайындар, кім мықты жаттығу жасап, Мұхит ағайлардың көзіне жақсы ұнаған көрінген жігіттерге тамаша iPhone 14-тің құлаққа тығатын наушниктері және де тамаша JBL сыйлығы бар. Одан бөлек бауырлар ағайындар, тағы да Лаваш Фудтан және Мұхит ағайлардың атынан 100 мың сияпат бауырлар ағайындар. Кім тамаша айтып отырмын, тағы да жаттығу жасайды, Мұхит ағайға кім ұнайды, көзіне жақсы түседі, өздерінің бір іс-қимылымен, бір ерекше бір манерасымен осы 100 мыңды мен бөліп, болмаса бір адамға беруге тырысамын. Бауырлар ағайында, аптамыздың 7-ші күні сағат 12:00-де тағы да айта кетейін, мінекей мынау Хайвол үйін көріп тұрсыздар ғой. Мына оң жағалауда Байтұрсынова көшесіндегі соған қарама-қарсы паркте, Құдай қаласа аптамыздың 7-ші күні 12:00-де кездесеміз. Бұйырса, баршаларыңды шақырамын, баршаларыңды күтемін. Кездескенше.